bir mınaday misal beredi. Daraballahu meselen qariyeten kanat amineten mutmainna. Allah Teala bir yeldi mekenning misalын beredi deydi. O qanday eldi meken? Kanat amina. O yeldi meken qavsiz, tinch ömür sürüp жатқан edi. Ve mutmainna, rahatlıkta. Ve ya'tiha rizquha ragadan min kulli mekan. O yeldi mekenning rizq nesibesi bарлық жерден келіп жатыр еді дейді. Көктен, жерден, құрлықтан, теңізден Allah ол елді мекеннің ризығын рағадан үйіп төгіп, берекетімен беріп қойған еді дейді. Қараңыз. Алла Тағала біріншіден айтты, амина, қауіпсіз, тыныш, бейбіт өмір сүріп жатыр еді. Алла Тағала оларға ризық несібесін үйіп төгіп беріп қойған еді. Енді қараңыз. Факафарат би ан'умилла. Бұл елді мекен Алланың осы нығметтеріне шүкірлік етпеді дейді. Қадіріне жетпеді дейді. Алла таттырды ол қауымға. Қараңыз, оларға аштық берді, ризығын алып қойды, және қауіп қатер, тыныштығын алып қойды дейді Алла Тағала. Алла Тағала оларға аштық берді, қауіп қатер берді. Қараңыз, не себепті? Өздерінің қол істегендерінің салдарынан. Яғни олар өздері соны қалады. Яғни адам басына бір қиындық келген кезде өзінің қолымен істегенінің нәтижесін көреді.